Саламатсыздар ма оқытушылар және білім алушылар? Біз Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университет колледжінің арнайы пән оқытушылары Халмұратова Гаухар Қуанышбайқызы және мен Үсенбекова Гүлсінат Алмасқызы. Бүгінгі оқу практикасының тақырыбы вирустар жайлы болмақ. Тақырыбы вирустардың өсімдікте таралуы мен орналасуы, вирустық инфекцияның таралуы және вирус ауруларының белгілері. Өтетін тобы АГН 18-11К. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын видеороликке назар аударайық. Оларды көру мүмкін емес, бірақ бар. Ауада, суда, жерде. Олар мәңгі тоңға немесе аптап ыстыққа, оттегі болмауына, төтенше қысымға төзімді. Кейбіреуі зиянсыз, бірақ аса қауіптілері де кездеседі. Вирустар. Бұлар паразит микроағзалар. Олардың жеке жасушалық құрылымы жоқ. Сондықтан дайын жасушаға кіріп алады, оның қоректік заттарын, күшін және тіршілік қуатын сора бастайды. Вирустық аурулармен адамдар, жануарлар, өсімдіктер зақымданады. Қазір вирустар барынша зерделенген. Бұл микроағзалар пішіндері мен өлшемдерінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Пастер микроскоптан сонша көргісі келген құтыру вирусы осындай екен. Вирустар түр және пішінмен ғана ерекшеленбейді. Олардың өлшемдері де әртүрлі. Ең майда вирустың өзі миллиметрден миллион есе кіші. Бұл үй жануарларында шошқада ауру қоздырады. Ауырған кезде олар арықтайды, қоректенуі нашарлап, тіпті өліп те кетеді. Ол сондықтан цирка шошқа вирусы деп аталады. Ал мына өте үлкен вирус соңғы кезде ғана анықталды. Оны Сібірде мәңгі тоң қабаттарынан тапты. Ол миллиметрден 1000 есе ғана кіші. Вирустардың ішіндегі ең ауыр салмақтысы. Мәңгі тоңда ол ғалымдардың пайымдауынша 30 000 жыл ұйықтап жатқан, бірақ бастапқыдай сезінеді. Микроағзаны табылған жердің атымен питовирус сиберикум деп атады. Вирустар өте кішкентай болғанымен өзіндік гендері бар. Өздерінің қасиеттерін беру арқылы ұқсас нәрселерді туындатуға қабілетті. Бірақ вирустар қандайда бір жасушаның ішінде ғана көбейе алады. Вирус жасушаның ішіне қалай кіреді? Ол ұстап алған жемтігіне өзінің генін жібереді. Содан бастап жасушаның тіршілігі ол жойылғанға дейін вирусқа толық тәуелді болады. Одан кейін микроағза жаңа қоныс іздеуге кетеді. Вирустар аса жоғары жылдамдықта тарайды. Бір сыныптың оқушылары немесе бір кеңсенің қызметкерлері ғана зақымданып қоймайды. Ауру бүкіл қаланың тіпті бір елдің тұрғындарын зақымдайтын жағдайлар да ұшырасады. Бұл індет деп аталады. Ал егер жұқпалы ауру бірнеше мемлекетке таралса, онда ол пандемия болады. Кейбір тарихи деректерде пандемиядан миллиондаған адамдардың қырылғандығы туралы айтылады. 4-ші ғасырда Шығыс Рим империясында безгек пайда болып, көрші мемлекеттерге тарады. 50 жылға созылған пандемиядан шамамен 100 миллиондай адам қырылды. 14-ші ғасырда бұл қатерлі ауру қайта оралды. Еуропа елдерінде қозған безгек ошақтары 300 жылдай ойран салды. Әрине, адамдар өздерін қорғауға тырысады. Вирустарды зерттеп, олармен күресу жолдарын қарастыратын ғалымдар вирус танушылар деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өсімдіктің вирустық ауруларын қарастыру және оларға жеке-жеке тоқталу. Бүгінгі сабақ жоспарымыз кіріспе, вирустар туралы жалпы түсінік, вирустардың құрылысы, вирустардың тіршілік циклі. Өсімдіктердің вирустық аурулары, өсімдіктер вирус инфекциясының таралуы. Вирус латынша «у» деген мағынаны білдіреді. Тірі организмдердің ішіндегі жасушасыз тіршілік иесі. Олар рибонуклеин қышқылынан немесе дезоксирибонуклеин қышқылынан құралған нуклеопротеидтерден, сондай-ақ ферментті нәруызбен қапталған қабықшадан, капсидтерден тұрады.
Бұл қабықша вирустың құрамындағы нуклеин қышқылдарын сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан қорғайды. Кейбір вирустардың құрамында нуклеин қышқылдарынан басқа көмірсулар, майтекті заттар, биотин және мыс молекулалары кездеседі. Вирустар тек тірі жасушада өсіп, өніп, көбеюге бейімделген. Электрондық микроскоппен 300 000 есе үлкейтіп қарағанда, оның пішіні таяқша тәрізді, жіп тәрізді, немесе іші қуыс цилиндр пішінді болатыны дәлелденді. Вирустар тірі организмдердің барлығын уландырады. Дүниежүзілік микробиология тарихында орыс ғалымы Ивановскийдің алатын орны ерекше. Ол 19 ғасырдың соңында темекі тембілі ауруын зерттеп, ол аурудың қоздырғыштары бактериялардан да ұсақ тіршілік иесі екенін тапқан. Ивановский ауруға шалдыққан жапырақты жуып, ол жуындыны бактерияларды сүзетін сүзгіден өткізгенде одан өтіп кеткен. Осы сұйықтықты темекіге жұқтырғанда, оның жапырағы қайтадан сарғайып, ауруға ұшыраған. Вирустардың көптеген жылдар бойы тіршілік ортасында әрекетсіз жата беру қабілеті бар. Олар дамуына қолайлы жағдай туғанда бірнеше минуттың ішінде көбейіп, өзіне тән қасиеттерін көрсете алады. Вирустың көбеюі 5 сатыға бөлінеді. Жасушаға ену, жасушада вирус нуклеин қышқылының құрылуын қамтамасыз ететін ферменттердің түзілуі, вирус құрылым бөлшектерінің жиналуы, одан вирионның түзілуі, ересек вирустың жасушадан шығуы. Өсімдікте вирус тудыратын аурулар. 100 топқа бірігетін вирустар 1000-нан астам өсімдік ауруларын қоздырады. Вирус зақымдаған өсімдіктің жапырағында, басқа мүшелерінде түрлі түсті дақтар, жолақтар пайда болады. Астық дақылдарын зақымдаған вирустар оның түсімін төмендетеді. Өсімдіктердің вирустық аурулары. Картоптың әжімді теңбілі, бидай теңбілі, алхоры теңбілі, мақта жапырақтарының ширатылуы, қызылша теңбілі. Темекі теңбілі мозаикасы. Вирустардың құрылысы мен іс-әрекетін темекі теңбілі ауруын мысалға алып қарастырайық. Темекі теңбілі вирусы темекі жапырағындағы хлоропласттарды зақымдайды. Осының салдарынан жапырақ тақтасы бүрісіп, шиыршақтанады. Сонымен қатар тостағанша күлте жапырақшалары да өзгереді. Темекі теңбілі вирусымен зақымдалған жапырақ 9-11 күннен кейін сарғая бастайды. Қызанақтың вирустық аурулары. Вирустардың өсімдіктерде таралуы. Вирустық бөлшектер жасушадан жасушаға плазмодесма арқылы тасымалданады. Осы жол арқылы вирустық нуклеин қышқылдары да транспортталады. Флоема зақымдануы кезінде вирустық бөлшектер қоректік заттар арқылы бүкіл өсімдік бойына таралады. Соның салдарынан өсімдіктің жүйелік зақымдануы болады. Өсімдіктің гүлденуі кезінде генеративтік мүшелерге қоректік заттардың көп мөлшерде берілуі байқалады. Сол кезде вирустар төменнен жоғары қарай таралады. Аз мөлшерде вирустар ксилема ұлпасы арқылы таралуы мүмкін. Бұл қызанақ жемістерінде қызанақ дақтары бар жылтыр вирусының белгілері бар. Қызанақ мозаикалық вирусы, сызықтылық немесе штрихтілік, қызанақ аспермиясы вирустық аурулары келтірілген. Бүгінгі сабақта біз қызанақ жемісінің вирустық ауруларымен, темекі теңбілі мозаикасымен және картоп дақылының вирустық ауруларымен таныстық. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, шығаратын қорытындымыз вирустар жасанды ортада көбеймейді. Вирустар нәр өз түзуі үшін тіршілік иесінің рибосомасын пайдаланады. Вирустар бір ғана нуклеин қышқылынан тұрады, ДНК немесе РНК. Вирустар зат және энергия алмасу болмайды. Вирустарда клеткалық құрылысы болмайды. Вирустар өздігінен тіршілік ете алмайды және бөлінбейді.